Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, эфирде төрелік хабары. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдағы қылмыстың алдын алудың аса маңызды шарттарының бірі. Заңды әлеуметтік пайдасы бар қызметке және қоғамға шынайы көзқарасын қалыптастырып, жас ұрпақты қылмыстық әрекетке жол бермейтін қағидаларға тәрбиелеу заман талабы. Өкінішке орай соңғы кездері кәмелетке жасы толмағандардың қолымен жасалатын түрлі деңгейдегі қылмыстың саны артып отыр. Статистикалық деректерден 12 мен 17 жас аралығындағы жасөспірімдердің басым бөлігі негізінен тонау, ұрлық, алаяқтық әрекеттерін жасайтынын көруге болады. Ақмола облысында жасөспірімдерге қатысты заң бұзушылықтардың деңгейі, кәмелетке жасы толмағандардан жауап алудың ерекшеліктері қандай? Бағдарламаның бүгінгі спикері Ақмола облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Мақсат Амангелдіұлы Ақышев. Мақсат Амангелдіұлы, студиямызға қош келдіңіз. Отбасынан бастау алатын құқықтық тәрбиенің соңғы кездері бәсеңсіп бара жатқаны ащы да болса шындық. Осыдан барып бүгінгі күні жасөспірімдер қылмысы да көбейіп отыр. Оның негізгі себептері неде? Құқықтық тәрбие отбасынан басталады дейміз. Яғни жасөспірімдер, яғни кәмелетке толмаған балалар деп екіге бөлінеді бізде заң бойынша. Сондықтан енді кәмелетке толмағандардың арасында қылмыс неге өршіп барады десек, ол негізгі мәселесінің бірі, яғни ол мынау жасөспірімдердің арасында өкінішке орай қазір қоғамда кең етек алып баратқан маскүнемдік пен нашақорлық деп айтсақ болады. Кәмелетке толмаған балалар өз жанұясында мысалы көргендері ата-анасының ішкен арақтары болса, ұрыс-керіс болса, басқа да былапыт сөздер болса, соны көріп өскен бала кәдімгі үйреншікті жағдай деп біліп, қоғамдық орында да соны істеуі әбден мүмкін және соған ыңғайлы болып келеді. Қазіргі статистикалық деректерге сәйкес кәмелетке толмағандардың басым көпшілігі, яғни мас есірткі қабылдаудың әсерінен болғанын көрсетеді. Сот процестер кездерінде мен мас болдым, есімді білмедім, сондықтан осы істеген әрекетіме өкінемін деген көп уәждер айтады. Сол статистикалық негізде бізді көріп отқандай негізгі себептің бірі ол маскүнемдік пен нашақорлық. Нашақорлықтың және маскүнемдіктің себебінен қазір бізде қылмыстың деңгейі өкінішке орай күннен күнге өршіп бара жатыр. Кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың өршуі, яғни құқықтық тәрбиенің ақсауынан болып келеді. Мынау мектеп қабырғасында қазіргі кезде өкінішке орай бұл құқықты насихаттау өте төмен деңгейде жүріп жатыр десек, мен қателеспеген болар едім. Сондықтан екінші мәселесі осы кәмелетке толмағандар арасындағы құқықтық насихаттауды арттыруымыз керек. Соның әсерінен құқықтық сауаттылықты ашып, біз кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың деңгейін азайтамыз деп мен ойлаймын. Енді үшінші мәселе ол қылмысты азайтудың себебі ол ата-аналардың жауапкершілігін арттыру. Яғни қазіргі кезде біз көріп жатырмыз, көп ата-аналар жауапкершілікті алудан қашқақтайды, немесе сылтаурайды, яғни мен жұмыста болдым, басқа да қоғамдық мәселелер, жаңа отбасылық мәселелерді алға тартып, бала тәрбиесін ұмытыңқырап кеткен жағдайға дейін жетіп жатырмыз. Соның нәтижесінен баламыз қылмыс жасап қойыпты, біз оны кеш білдік, кеш ұқтық деген сияқты уәждер көп айтылады. Сондықтан ата-аналардың да жауапкершілігін біз арттыруымыз керек. Төртінші мәселе енді ол мына құқық қорғау органдары, мына полиция органдары да құқықтық насихатты белсенді жүргізу керек. Көп жағдайда мынау сот практикасында кездеседі, яғни учаскелік инспекторлар тарапынан, басқа да полиция қызметкерлерінің тарапынан құқықтық насихаттауда өте төмен деңгейде жүргізілетіні анықталып, біз оған яғни жеке қаулылар шығарып, полиция департаментінің бастығының назарына жеткізіп жатырмыз. Осы төрт мәселені алға қойған кезде біз кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың деңгейін азайтамыз деп ойлаймын. Мақсат Амангелдіұлы, мынау көп ретте заңды білмей жатамыз. Соның кесірінен өз құқығымыздың аяққа тапталатын тұстары да аз емес. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мынау құқықтық мәдениет әлі де болса бізде жеткіліксіз дедіңіз. Осы құқықтық мәдениеттің кемшілігін қайтсек түзетуге болады? Енді бұл құқықтық мәдениет дегеніміз өзі жаңағындай тәртіп, мінез құлық, заңды білу. Сондықтан енді бірінші құқықтық мәдениетті қалыптастыру үшін тәртіп болу керек. Тәртіп жаңағы тағы да айналып келгенде отбасынан басталады. Яғни ата-ана бұл кезде кәмелетке толмаған балаларға үлгі болу керек. Сонымен қатар мінез құлық дейді, ол да отбасылық тәрбиеден және мектеп қабырғасындағы тәрбиеден басталады. Жаңағындай құқықтық насихат, сол кезде құқықтық насихат, тәртіп, мінез құлыққа сіңген кезде бізде яғни мәдениетіміз қалыптасады. Сосын жаңағындай құқықтық насихатты жоғары деңгейге қойған кезде, яғни заңды мектеп қабырғасынан балаларға таныстырып, қоғамға қажетті, мысалы күнделікті атқарылатын заңдарды біз мектеп қабырғасынан таныстыруымыз керек балаларға. Менің ойымша, мысалы 5-ші сыныптан бастап құқықтық тәрбие деген пәнді кіргізуге де болады. Яғни
күнделікті қажетті қоғамдағы мысалы болып жатқан жағдайларға, яғни балағаттамау, қоқыс тастамау, бөтеннің мүлкін алмау деген сияқты мысалы 5-ші сыныптың балаларынан бастап осындай тәртіпті, мәдениетті, заңды құрметтеуді үйретсек, құқықтық мәдениетімізді арттырамыз. Сондықтан осы олқылықтың орнын осылай жоюға болады. Кәмелетке жасы толмағандарда куә ретінде айғақ беру үшін азаматтық істерді қарауға қай уақытта шақырылады? Ол қандай заңдармен реттелген? Бізде қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер болып бөлінеді. Азаматтық істер бойынша кәмелетке толмағандардан, яғни куә ретінде жауап алу қарастырылған. Ол азаматтық процестік кодексінің 206 бабында көзделген. Осы 206 баптың тәртібімен жауап алынады. Біздің айтып кететініміз, яғни ересектерге қарағанда кәмелетке толмаған балалардың жауап алудың өзінің ерекшеліктері бар. Яғни мысалы кәмелетке толмаған балалардан жауап алу кезінде заңды өкілі, яғни ата-анасы немесе қамқоршылық органының өкілі, заңды өкіл болып табылған немесе педагогтың қатысуы міндеттеледі. Ал ересектерден жауап алған кезде ол кісілердің қатысуының қажеті жоқ. Кәмелетке толмағандардан жауап алудың өзінің ерекшелікті, ол кәмелетке толмаған бала толық сот процесінде көрген айғағын дұрыс жеткізіп айта алмай қалуы, ұялуы мүмкін, қысылуы мүмкін, басқа да жағдай әсер етуі мүмкін. Сол кезде қасында педагогы, заңды өкілі болса, ол кісілер сұрақ қойып, өзінің көмектерін айтып, шындықты сот отырысында анықтауға септігін тигізеді. Кәмелетке толмағандардың ерекшелігі. Сондықтан жаңағы қамқоршы, асыраушысы, басқа да өкілдер заңды өкіл болып сот отырысына қатыса алады. Осындай ерекшеліктері бар. Сот отырысына шақырылды дейік, кәмелетке жасы толмаған. Егер ол жауап беруден бас тартса, ол жауапкершілікке тартыла ма? Қылмыстық заңда көзделген, яғни 16-ға толмаған, енді кәмелетке толмаған куә болсын, жәбірленуші болсын, қылмыстық жауаптылықта ескертілмейді. Яғни бірақ төрағалық етуші судьяның тарапынан істің мән-жайына қатысты толық шын айғақ беруін түсіндіріп айтылады. Кәмелетке толмаған куәнің не жәбірленушінің айғағынан осы іс бойынша шындықты анықтауға септігін тигізеді. Сондықтан тек қана ескерту ғана жасалады. Ересектерді біз яғни сот отырысында, егер сот отырысында жалған жауап берсе, қылмыстық жауапқа тартылатынын ескертіп, қолхат алып, жаңағындай ант алатын болсақ, бұл кезде кәмелетке толмаған баланы тек қана біз 16-ға толмаған баланы тек қана ескертеміз, шындықты айтуды сұраймыз. Осындай ерекшеліктері бар. Ал қылмыстық істерді қарау кезінде жәбірленуші және куәгер жасөспірімдерден жауап алудың ерекшеліктері қандай? Енді бұл қылмыстық процестік кодекстің 371 бабымен реттеледі. Бұл кезде де яғни заңды өкіл педагогтың қатысуымен, мысалы 14 жасқа дейін, ал 14 пен 18 жас аралығында төрағалық етушінің шешуімен заңды өкіл және педагогтың қатысуы қарастырылған. Сонымен қатар сот отырысында жауап алғаннан кейін, мысалы егер сот процесінде төрағалық етуші қажет деп таппаса, кәмелетке толмаған куә не жәбірленуші сот отырысынан шығарылады. Ал бізде мынау ересектерден жауап алу кезінде куәлер жауап алғаннан кейін, жеке жауап алғаннан кейін сот отырысында қалу құқы бар. Үкім жарияланға дейін қатысам десе де, ашық сот отырысы болса, біз шектеу қоя алмаймыз. Яғни ол кісі куә болса да келіп қатысып отырылады. Ол кезде кәмелетке толмағандардан бір жауап алу ерекшелігі, сот жауап алғаннан кейін ол кісілерді сот залынан шығарып жіберуін сұрайды. Яғни қатыстырылмайды ары қарай. Мақсат Амангелдіұлы, тағы бір мынандай мәселе, мысалы үшін белгілі бір істе куә ретінде кәмелетке жасы толмағанның аты жөні бар делік. Ал бірақ оны ата-анасы оған қатыстырудан бас тартса не болады? Ата-анасы бас тартқан жағдайда келісімін бермейді. Келісім бермесе, яғни ата-аналарының жауаптылық көрсетеді. Егер ол іс бойынша куә болса, яғни ата-аналар яғни ересек азаматтар ғой. Ол кісілердің жауапкершілігі көзделген. Ондай жағдайда бас тарту мүмкіншілігі жоқ. Яғни бас тарта алмайды. Егер іс бойынша қандай да бір қылмыстың куәсі болса, ол кезде ата-аналардың жауаптылығы қаралады. Мен жаңа айтып кеттім ғой, кәмелетке толмағандар ескертілмейді. Қылмыстық жауапқа тартылу туралы қолхат ешқандай алынбайды. Қылмыстық жауапкершілік барлығы туралы ескертілмейді. Ақмола облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында кәмелетке жасы толмағандардың қанша ісі қаралды? Негізінен қандай қылмыстарға барып жатыр? Ақмола облысы бойынша кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотта 26 қылмыстық іс қаралды. 34 тұлғаға қатысты 5 кәмелетке толмаған бала бас бостандығын шектеуге сотталды. Былтырғы жылы да 26 іс қаралып, бірақ кәмелетке толмаған бала сотталған болса, яғни бас бостандығын шектеуге биыл 5 адам, яғни кішкене болса да өскендігін көріп отырмыз. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әртүрлі, яғни зорлық, кісі тонау, қарақшылық, әртүрлі қылмыстар бойынша жауаптылыққа тартылып жатыр. Мақсат Амангелдіұлы, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, құқықтық мәдениеттің әлі де болса бәсеңдеуінен, заңды білместіктен кәмелетке жасы толмағандардың ісі орын алып жатқаны өкінішті. Әрине, бұл жерде ең бірінші
ата-ананың жауапкершілігі зор болуы керек деп есептейміз. Бүгінгі хабарға қатысқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының кезекті шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.